Міне бүгін ретро автокөліктер тұрған музейге келдік. Көк туым желбіреп тұр мына жерде. Қазір Қонаев атамыздың бұл жерде вагоны бар, мінген көлігі бар. Барлығын түсіретін болам. Өте көп мына жерде ретро автокөліктер бар. Білетіндеріңіз болса, қазір түсірем. Жаза кетіңіздер төменге. Мынау Қонаев атамыздың вагоны, өзінің жеке мінген. Қазір ішінің бәрін толық көрсететін болам. Міне Қонаев атамыздың өзінің жеке вагоны болған екен. Шай ішкен самаурыны, мына жерде телефоны, радиолары, Қонаев атамыздың суреттері бар екен мына жақта. Нұрсұлтан Әбішұлының түскен суреті бар екен. Вагон енді өте керемет. Сапасы да барлық көрініп есіктерінен ақ. Мына жақта Қонаев атамыздың жұмыс үстелі. Қонаев атамыздың суреттері, жатын орны бар екен мына жерде. Жүретін боламыз. Мына жақта жуынатын бөлме сияқты. Душ бар екен. Жуынатын орындар. Келесі бөлмеде жұмысшыларының отыратын орын сияқты, жататын. Мына жақта да солай сияқты, жұмысшылары осында демалатын орындар сияқты. Тамақ пісіретін орын екен. Проводиттің жатын орны сияқты. Мына жерде вагонның іші осындай екен. Енді сіздерге ретро автокөліктерді көрсететін болам. Танып біліп жатсаңыздар, төменге жаза кетіңіздер. Әр түрлі ретро автокөліктер бар бұл жерде. Және Қонаев атамыздың мінген көлігі бар осында. Қазір оны да көрсететін болам. Мінекейіңіз. Мен мына көлік танып тұрмын, Волга деген. Әлге дейін бар бұл. Көлікті қараңыздаршы, өте кішкентай. Дөңгелектерінің өзі. Кабриолет. Кабриолет па? Волга мына жақта да. Мына көлік өте кішкентай екен. Қараңыздар. Неше түрлі ескі көліктер. Оның ішінде өздеріңіздің таныған, білетін көліктеріңіз болса, төменге жаза кетіңіздер. Қазір толық түсіретін боламын. Бұл жерде қандай көліктер бар, барлығы. Волга автокөлігі. Мына жақта Қонаев атамыздың жеке мінген көлігі екен. Жұмыс көлігі. ГАЗ-014 Чайка деген. 1983 жылда жазып кетті. Қазір ішін көрсететін болам сіздерге. Қонаев атамыздың суреттері мына жерде. Мұхаммед Ахметов Қонаев атамыз. Көліктің жағдайын қараңыздар. Өте жақсы. Арт жағын көрсетіп жүрді сіздерге. Ұзындығы бір 5 метр бар ол мына көліктің. Өте ұзын екен. Қазір келесі көліктерді көрсететін болам. Қараңыздар, бұл да өте ұзын көлік екен. Міне москвичтер. Мына жақта мотоциклдер. Урал, Иж, Ява, барлығы бар сияқты. Восход. Мына жақта велосипедтер. Қараңыздар, Иж тұр, қандай жақсы жағдайда сақталынып. Ява бар екен мына жерде. Қараңыздар, мынау да москвич көлігі сияқты. Өте кішкентай.
жақта Урал мотоциклі тұр екен. Өте жақсы жағдайда сақталған. Қараңыздар. Кезіндегі милицияның, қазіргі полициялардың мінген мотоциклдері бар екен. Қазір енді автокөліктерді көрсетіп боламын сіздерге. Қараңыздар, мына бетте Жигули, Москвич бәрі тұр. Bir şekilde көрсетейін. Арасында мінген кісілер болса осындай көліктерге төменге жаза кетіңіздер. Көлік жайлы ақпарат білетін болсаңыздар. Мына жерде бір Матизді қойып қойыпты. Ретро көліктердің арасына сатам деп қойған екен. Сататын сияқты. Бұл жерге көлікке қызығатын адамдар келеді ғой, ескі көліктерді көруге. Сол тез өтіп кетсін деп арасына қойып қойған екен. Қараңыздар, мына көліктердің барлық жағдай жақсы жағдайда сақталып тұр. Ескі құрал жабдықтар мына жақта неше түрлі. Көліктің құрал жабдықтары сақталған екен. Волгалар тұр. Газ автокөліктері. Өте ескі көліктер. Барлығы қарап отқандарыңыздай. Бұл көліктерді қазір қаладан көру қиын. Өте аз көрсеңіздерді бірең-сараң ғана жүреді. Қазір мына қатарда көліктерді көрсең, қызыл кабриолет көлігі. Мына көліктердің ұзындығы енді сұмдық екен. Өте ұзын екен. Өте ұзын автокөліктер. Камераға сыймай қалып жатыр ғой ұзындығы. Мына көлікті қараңыздар, өте кішкентай. Жедел жәрдем көліктерге бұрын тездегі мінген. Барлық жерге өз көк туын желбіретіп қойған. Қонаев қаласында осындай ретро автокөліктер қойылған тұрақ бар. Осы жерден келіп көре аласыздар. Музей бар. Музейдің іші өте керемет. Мына жақта өте көне заттар. Қонаев атамыздың картинасы тұр мына жерде. Бұрынғы пайдаланылған заттардың барлығы бар екен бұл жерде. Қазір мына телефондар, олардың барлығы пайдаланылмайды ғой. Заттарды білетін болсаңыздар, төменге жаза кетіңіздер. Үтіктердің өзін қараңыздаршы. Онда үтіктер қазір шоқты ішіне салып қыздыратын үтіктер ғой. Онда үтіктер жоқ қой қазір. Машинкалар неше түрлі жазып жазатын. Теледидарлар мынау ескі. Көне. Мына жақта радио сияқты мынау. Бұл жерде барлығын біліп тұрған жоқпын енді. Пайдаланбағаннан кейін
Оны біле бермейміз. Мұны жылтырбас, тақырбас рейдингті қойып беріпті жан жаққа. Суреттерінің барлығы. Мына жақта да көне заттар. Көне пайдаланылған заттар. Машинкалар ма кезінде пайдаланылған. Шаң сорғыштар екен ма кезінде пайдаланылған. Бұрынғы мектеп киімдері сияқты ма. Қызыл галстук. Сағаттардың түрлері мына жерде ескі. Мына жақта телевизорлар сияқты. Ескі, өте ескі заттар. Қазір мына жақтарды түсіретін боламыз. Теледидарлардың түрлі бар екен мына жақта. Қайсысын пайдаланғансыздар? Төменге жаза кетіңіздер мына теледидарлардың. Енді мыналар қатты ескі емес екен. Бұларды біз пайдаланғанбыз өзімізде. Баянның түрлері бар екен. Әртүрлі аспаптар, құрал жабдықтар. Өте көне заттар бар екен. Осы музейден келіп көре аласыздар. Мына теледидар қандай электрон деген теледидар сияқты. Panasonic бұл кейінгі шыққан теледидарлар. Мына жақта радиолар сияқты. Магнитофон ба. Есеп шоттар бар екен. Қазір бұл есеп шоттар пайдаланбайды ғой. Қазір калькулятор, компьютер барлығы, телефон пайдаланатын заттар. Мына жақтарды түсіретін боламыз қазір. Мінекейіңіз. Мынаның барлығы күміс ыдыстар сияқты. Колонкалар, телевизор, мына жақта ескі көне. Мына жақта ескі үстел, ыдыс-аяқтар барлығы ескі. Телевизорлар мұның барлығы. Міне осылай екен. Қазір басқа бөлмелерін көрсетемін. Музейдің алдында мына екеуін ескерткішін қойыпты да. Түкке тұрғысыз. Не үшін қойған бұлардың? Алып тастап қой бәлелерді. Қатыгез, дінсіздерді. Тымға пайдасы жоқ, тымға керегі жоқ. Қазір айтып кететін боламыз администрациясына. Міне музейдің ішіне осындай киіз үй қойып қойған екен. Абай атамыз, Әл-Фараби атамыз, міне. Керемет пайдаланылған заттар, қазақи. Келіні көріп отырып, мына жерде келі сапты. Қамшыларды, әртүрлі қылыш, бесік тұр міне, қазақи нағыз. Сандық тұр екен мына жерде. Қазақи көрпешелер, міне. Оршығы бар ма, тоқпағы бар ма, барлығы тұр қазақи. Қанжар, қылыш. Мінекейіңіз, керемет. Ал мына музейдің ішінде зеңбірегі бар ма, танкісі бар ма, барлығы бар екен мына жерде. Қараңыздар. Танкілердің түрлерін білетін болсаңыздар жаза кетіңіздер. БМП-1 деп қойыпты. Не деген танкі мынау? Өте үлкен екен. Танк Т-62 деген танк екен. Мына жақта кәдімгідей жалпақ екен бұл. Танк Т-72 дейді. Мына жақта қазақтың полковник, майор, суреттер екен.
мына жақта ескі көліктер совет кезінде пайдаланылған. Бұл көліктерді білетін болсаңыздар жаза кетіңіздер. Мына жақта да ортасында ескі көліктер бар екен. Көк туымыз өте көп. Желбіреп тұр барлық жерде. Осындай. Кезінде, соғыстың кезінде пайдаланған заттар бұның барлығы. Киімдердің өзін қараңыздар. Бір совет кезіне барып келгендей болады екенсің. Өзіміз ол уақытта туылмасақ та, бірақ сезінеді екенбіз осы жерде қарап. Келіп, көріп сезінуге болады осылайша. Міне барлық музейге кірсек те, кіре берсінде Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың картинасы тұр. Мінекейіңіз. Көк туымыз барлық музейі бар ма, барлық жерінде қаланың желбіреп тұр. Сол қуантты мені. Көк туымызды ерекшелеп барлық жерге желбіретіп қойған екен. Міне Қонаевқа келсеңіздер, акиматқа қарама қарсы тұлпар әскери техника ретро салоны деп көрініп тұрады үлкен. Осы жерге келіп, осы музейдің барлығын көре аласыздар. Барлығын түсіруге уақыт болмады, бірақ барынша түсіруге тырыстым. Сол көріп бағалап кетіңіздер. Рахмет назарларыңызға.